Білім беру саласы қатынас, ұйымдастырылған оқу қызметі, сауат ашу негіздері. Сабақтың тақырыбы дәрумендер, В дыбысы мен әрпі. Оқытылу мақсаттары: тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, оларды сөздер ішінен бөлу және сөзсіз жеке айту. Сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін ажыратып дұрыс дыбыстау. Жазу бетін бағдарлау, жазу жолын, жол аралық кеңістікті ажырату, төркөз дәптерге кең сызықтар, әріп элементтерін жазу. Саламатсыңдар ма балалар? Әліппе дәптеріміздегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Тыңда, мәтіндегі қай сөздерден В дыбысын естідің? Вокзалға жақындаған паровоз вук пс деп пысылдап тоқтады. Вагондардан автомобильге қораптар тиелді. Қораптар сыртында А, В, С, Д, Е деген витамин аттары жазылған. Бұл витаминдер зауыттарда шығарылып, дәріханаларға апарылады. Витаминдер адам денсаулығына пайдалы. Балалар, витамин сөзі қазақша дәрумен деп аталады. Балалар, мәтіннен вокзал, вагон, витамин деген сөздерді естідік. Вокзал деген сөзде В дыбысы сөздің басында, вагон дегенде де сөздің басында, витамин дегенде де В дыбысы сөздің басында естіліп тұр. Мына суретте А дәрумені кездесетін тағамдар, В дәрумені кездесетін тағамдар берілген. С дәрумені кездесетін тағамдарды көріп тұрсыңдар. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала, салыстыр. Автобус па, автобус па? Таблетка ма, таблетка ма? Бұл суретте адам денсаулығына қауіпті вирус бейнеленген. Тұмау кезінде вирустан сақтан. Вирус сөзіне дыбыстық талдау жаса. Балалар, біз бүгін В дыбысымен танысамыз. Дыбыстап көрейік. В дыбысы ұяң дауыссыз дыбыс, көктекшемен белгілейміз. Енді бейне жазбаға назар аударайық. В әріпі. Вафли. Вафли. Витамин. Витамин. Велосипед. Велосипед. Трамвай. Трамвай. Автобус. Автобус. Вагон. Вагон. Аквариум. Аквариум. Үшінші тапсырма. В әрпімен таныс бол. Таяқшаға таянып, үш сипыры В болды. Төртінші тапсырма. Бұл қай көлік деп ойлайсың? Тиісті сөзді тауып айт, суретті боя. Бір лай бір сазға батты. В деп батпақты шашыратып жатты. Бесінші тапсырма. В әрпін жасаймыз. В әрпін бастырып жазамыз. Балалар, сонымен біз бүгін В дыбысымен және әрпімен таныстық. Енді өзіңді өзің бағала, смайликтің аузын сал. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.